толағай бренді бұл екі линиялы жүргектердің өндірісі. Бұл жоба халықаралық әріптестік негізде жүргізіліп отырған өндіріс, яғни Жапония елмен және Қытай Халық Республикасымен өзара әріптестік бағытта контрактлі негізде жүргізіліп отырған жоба. Жүргектер бұл енді орысша айтқанда подгузниктер. Бірінші линия бұл масс-маркетке арналған, яғни жалпы балапандарға арналған линия. Екінші линия бұл ерекше қамқорлықты қажет ететін балаларға арналған линия. Бұл яғни клиент центрлі бағыт болып табылады. Яғни мен өзім осы категорияда жатқандықтан бұл бренд, бұл өнімге қалай келдік? Осы алла жасы 6 жасқа толады балапан. Осы 6 жыл бойы біз осы абилитацияда, оңалту орталықтарында жүрген ата-анамыз, енді үзбей, емін үзбей, сол еміміздің арқасында балапан Аллаға шүкір аяғына тұрып, Аллаға шүкір сөйлеп, сондай үлкен жетістіктерге жетіп отырмыз. Сіздің алдыңызда да осы интервью беріп отырғаным, өзімнің осы жобам туралы айтып отырғанның өзі, осы балапанымның жағынан арқасы үлкен бір мотивация берді. Себебі менің энергетикам бұл балаға толықтай беріледі деген, ол сондай бір өзін дәлдеп тұрған, мен соған бір кепіл ретінде ана болып табылатын шығармын. Себебі осы балапан мен өзімді тастамай, депрессияға түспей, әрине ол қабылдау жалпы баланың диагнозын, оны бұл ана үшін, ата-анаға қиын, соның ішінде ана үшін өте қиын. Сондықтан бірақ ол кезде ана көп жағдайда аналар біз депрессияға түсіп кетеміз. Әйел адам болғандықтан, эмоционалды болғандықтан біз сол бір өзімде де сол 1-2 жылдай қатты депрессияда болдым. Себебі оның өзін қабылдау, бала аяғына тұра ма, көптеген диагноздар қосалқы бізге өте көп айтты. Болашақта сенімсіз боламыз да, уже бала қалай болады деп. Сондықтан одан кейін уже олай болмайтынын түсіндім. Бұлай болмайтын, себебі мен өзім кетіп жатқанда баламада да оң нәтиже бермей жатыр, теріс нәтиже. Баламда ешқандай өзгеріс болмады. Мен өзім жайнап, күліп, өзімді дамытып, осылай тек қана жамандықты ойламай, тек жақсылыққа болжаған жағдайда ғана баламда оң өзгеріс болып жатқанын байқадым. Себебі даже психологияда да уже ойынның бәрі теріс эмоцияда болса, ол уже ортаңа да беріледі. Уже балаға да ол өте қиын соғатынын түсініп, тек қана жақсыны ойлап, бір бағытқа, енді оны да жолдасым байқады. Сондықтан жолдасыма осы интервьюда да үлкен алғысымды білдіремін. Себебі әйел адамға серігінің қолдауы өте қажет ондай жағдайда. Сондықтан мені қалдырмай, осындай жағдайда жоқ, сен басқа бағытқа ойыңды бөл, бір тірлік жасайық, кішкене ойыңды бөл деп маған сондай бағыт беріп, балапанды енді абилитациясы ол енді өмір бойы ол абилитацияда жүретін балапан болғандықтан бір бағытты бастайық, кішкене ойыңды бөл деп кеңес бергендіктен осы өнімді іздедік. Ерекше баланы тәрбиелеп отырған ата-ана болғандықтан өзімнің ортам осы ата-аналармен өзара сұрап, қандай сұранысқа ие, қажет өнім және бір екінші жағынан көмектесу бағытында осы балапандарға дың қажеттілігін қанағаттандыратын өнім шығару мақсатында осы екінші линияны сол бағытқа арнадық. Проон бұл да бір үлкен оқиға деп айтсам болады. Мысалы, үлкен бір серпіліс берген. Енді біздің осы мамалар өзіміз Талмас Кизет деген қорда біздің админіміз Айжан ханым. Айжан ханым ол айтты, Центр женского әйел адамның кәсіпкерлігін қолдау орталығы бар, Атамекеннің жанында. Осы Біріккен ұлттар ұйымының ұйымдастыру даму бағдарламасы бойынша қаржыландырады. Қызыққан әйел адамдармен кездесу жасаймын деді. 20 шақты әйел адам барып, сол жерде танысып, жалпы осы орталықтың функционалы туралы айтып берді. Және осы Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы бойынша қаржыландырылатындығын айтып берді. Мені өте қатты бұл қуантты, себебі
Ондай орталықтар мен білетін орталықтар өте аз. Облыстың көлемінде осы үлкен бір орталық шығар бізде Атамекен жанындағы. Және өте қатты қуандым. Өзім осы білім саласына өте қатты дем берем. Білімге деген себебі үлкен инвестиция бұл өзіңе салу, біліміңе салу. Сондықтан осындай орталық бар екен ғой деп түсіндіріп, осындай чат бар, чатқа қосылып, ол жерде көптеген ақпараттар берілді. Кәсіпкерлікті дамыту бойынша. Соның ішінде салық және салық салу вебинары болды. Бір апталық вебинар болды. Онлайн курс. Және айтып кеткім келеді, ерекше бұл тегін түрде болғаны. Біріншісі бұл салық және салық салу бойынша тренингтен өттім. 6 күндік болды, шатаспасам. Әйел адамдарға айтатыным, жалпы кәсіпкерлікті дамытып отырған кезде, хотя бы азы білу керек есеп және аудиттің себебі. Ешкімге сен мәжбүр болмайсың, есепті өзің жүргізесің. Барлық салық бойынша, мысалы, документация өте көп қой, енді сроктары бойынша декларацияның бәрін өзің тапсырып алсаң қандай күшті. Бұл мүмкіндікті мысалы маған берді. Және екінші, бұл қазіргі кезде маркетинг SMM курсын оқыдым. SMM курсында және парақшаны жүргізу қалай, жалпы маркетингтік стратегияны қалай құру, ол да өте қазір кәсіпкерлікті дамытуға өте қажетті. Осы екі база мен үшін осы білім, салық және салық салу және SMM курсы маған өте маңызды болды. Өту және соны өтіп алғаныма өте қатты қуаныштымын. Және әр жерде мен осы отзывты айтамын, себебі центр бойынша, орталық бойынша сондай үлкен мүмкіндікті тегін түрде берген. Ол қандай жақсы нәтиже көрсетіп отырмын қазір. Кәсіпкерлікті жүргізу бұл оңай емес, бұрынғыдай емес. Себебі тұтынушы қазір өте, айтамыз, капризный деп айтамыз, тұтынушы қатты таңдайды қазір. Өте қатты таңдайды. Осы оқығаннан кейін әрине өзгеріс, мен басқа деңгейге көтерілдім, шыны керек. Толағай бренді бұл негізі өте бір жүректен шыққан бір сондай бір қамқорлықты, өзіміздің бір арманымызды білдіретін бір брендтің атауы болып табылады. Толағай деп атауымыздың негізі жолдасым қойған. Толағай деп атайық осы өнімді. Себебі өзіңіз білетіндей аңыз бар бізде, қазақ халқында аңыз бар. Ол кезде ертегі, толағай ертегісі, ол кезде толағайдың прототипі. Бұл бала өте батыл, атасына көмек беретін, жалпы өзінің халқын, өзінің тілін сыйлайтын сондай баланың прототипі болған. Сол біз өзіміздің арманымыз, енді осы ерекше балапанды тәрбиелеп отырған ана болғандықтан, енді ең басты арманымыз осы балапанымыз адам болып кетсе екен. Өзінің халқын сыйлайтын, тілін сыйлайтын, халқын сүйетін, үлкен бір азамат болып кетсе екен деген сондай үлкен арманнан шыққан бренд болатын. Атын сондықтан Толағай деп қойдық. Жылы естілсінші деп осы. Екінші жағынан енді қазақ тілінде, былайша айтқанда, қазақ тілінде алғашқы өнім ретінде жөргектерді көріп отырсақ, осылай маркеттерде, жалпы дүкендерде көріп отырсақ, латын тілінде, шетел тіліндегі әріптер мен жазылған брендтер өте көп. Қазақша бренд көре алмайсыз. Сондықтан Толағай деп қазақша қазіргі қабылдаудың өзі осы нарықта Толағай деп өте жылы қабылдайды. Сондықтан біздің арманымыз орындалып отыр деп ойлаймын. Енді қазіргі таңда нарықта бармыз, маркетплейстарда бармыз, және осы Жамбыл облысы бойынша үлкен маркеттерде орналасқанбыз, және әлеуметтік портал арқылы ерекше балапандарды қазір қамтамасыз етіп, Қазақстан бойынша қамтамасыз етіп отырмыз. Аллаға шүкір, жаман емес, дамыту керек. Ондай біріншісі бұл әйел адам қазір, бізде қазір нарықтық экономика. Ол кезде бір жалақыға қарап отыру бұл болмайды. Бізде ерекше баланы асыра отырған анаға бұл двойне болмайды. Себебі бұл өзінің қосымша табыс тауып, сен өзің жақсы деген реабилитацияға апара аласың балаңды. Енді әйел адамның ойламайтыны жоқ қой. Әйел адам бәрін ойлайды. Ол отбасын ойлайды, одан кейін балдарын ойлайды, жолдасын ойлайды, өзінің ата-анасын, ата-енесін ойлайды. Бәрі деген тіреліп келгенде, бұл бәрі негізі қаражатқа тіреледі. Қаражат деген бұл жаман жағынан емес, жақсы жағынан ойлау керек. Қаражат болған жағдайда сен өзіңнің кәсіпкерлігін дамытсаң, бірінші сенің ойыңның бәрі уже позитивті болады. Сен қазіргі білімсіз инвестиция өзіңе салмасаң, білім болмаса сенде, онда сенің кәсібің дамымайды. Сонда сен
әрқашан білім алып жүру керексің. Ал ой уже онда өзгереді. Сен позитивті ойласаң, сенің балаларың да позитивті ойлайды. Сенің жолдасың да уже сені қолдауға дайын болып тұрады. Бұл енді үйде танылып қалған, үйде отырып тек қана мысалы әйел адам дамымаса, ол үйде де ауыра басқаша болады екен. Сен дамып, білімді болып, білімнің жағында жүріп оқысаң, сен уже ондай депрессияға түсуге уақытың болмайды, міндетті түрде. Ол кәсібіңді дамытсаң, сен күнде ойлау керексің ол кәсіпті. Сондықтан ол кәсіпті дамытқанда ол тек позитивті ой болады деп ойлаймын. Сондықтан өзінің кішігірім және ойың да өзгереді, сен өзің де дамисың, онымен қатар сен уже кәсібің дамыған сайын сен ортаға шығасың. Осы қазір Бақытты ана деген платформаны жұмыс жасаудамыз. Бақытты ана деген платформа, Бақытты ана клуб, ол Таулағай сайтының негізінде жасалған. Ол жерде бір бағыты осы әйел адамды, өзіміздің ерекше баласы бар аналарды соған ден қойып отырмын. Себебі бұл аналар жұмыс жасағысы келсе де, мысалы көп жағдайда 24 сағат бойы балаларына қарауға мәжбүр, былай қарасақ. Басқа, мысалы, мен шаршап тұрмын, мен былай қолымнан келмейді деген, ол просто отговорки дей ма. Бұл мамалардың шынымен де қолдары байлаулы. 24 сағат бойы баласына қарауға тиіс. Сондықтан оларға онлайн бағытта біз ұсынғымыз келді. Онлайн бағытта сату, подгузниктарды сату. Қазір енді тағы бір екінші бағытты қосамыз деп отырмыз. Бұл жоба жасалуда. Облыс бойынша Талмас KZ деген қор бар. Бұл қорда осы менде аналар бәрі қосылып, қазір 135 анадай бар, облыс бойынша жиналған. Бұл қордың негізгі мақсаты осы ерекше балапандарға оңалту. Балапандарды оңалту, яғни абилитациядан өткізу, реабилитациядан өткізу. Тиімдісі онлайн форматта болу, құндысы, бұл құндылығы біздің нарықтағы белгілі бір өзін инфобизнес саласындағы эксперт мамандардан тегін түрде курстардан өту деп айталам. Құнды. Бұл себебі нарықта 100 мыңнан басталады кез келген тренингтің бағасы. Бұл енді біздер деген оны тегін түрде алдық. Бұл сол құнды ақпараттың алу, енді айтып отырамыз, инвестиция деп мен білімді санаймын. Сол құндылығы сол ақпараттың тегін түрде бізге берілу, сондай мүмкіндіктің бізге берілу. Және де бұндай негізі шетелде комьюнитилар өте көп екен. Әйел адамдардың комьюнитилар өте көп, бір-біріне қолдау өте көп. Сондай орталықтың да дамытуы, бір чаттың өзінде қанша бізде өте қазір көп, енді әйел адам сол орталықта бір-бірімен ақпарат алмасуы, бір-біріне кездесу, офлайн бағытта кездесу, онлайн бағытта бір-біріне ақылдасу, бұның өзі үлкен бізге қолдау болады. Бір әйел адам бір-біріне қолдауы өте құнды деп ойлаймын. Сол бағыттан да құнды болып тұр. Себебі өзің қалып проблемаңмен, өзің проблемаңмен жүріп, оны ешкімге айтпасаң, ешкімнен ақпарат бермесе, ол да кәсіп дамымайды. Қазір тек кәсіп бұл бір-бірімен араласу, кәсіп бұл бір-біріне комьюнити құру, әйел адамдардың бір-бірінің қолдауы. Сол бағытта бір үлкен серпіліс, толчок дейді, серпіліс беріп, бұл орталықтардың болуы. Біздің Қазақстанымызда бұл қолдау өте көп негізі. Сәл іздену керек, сәл өзін артқа тартпау керек, әйел адам қорқпау керек. Бізде көбінесе қорқады, алашат басқанда қорқпау керек. Ол өзімізде жасаған адам, мысалы, менде жасаған нәрсені басқа да жасай алады. Қадам жасауға қорқпау керек. Ал ол үшін білім керек, білімді осындай орталықтар береді. Сондан ол қаржыландыру бәрі бір-біріне айтады, по цепочке дейді ғой, бәрі сол білімге келіп тіреледі. Білімді болсаң, сен қорқпайсың. Сондықтан ондай кәсіптік дамыту маңызды және құнды. Рахмет. Проонға көп-көп рахмет осындай орталықтарды қаржыландырып отырғанына, себебі бұдан көп нәтижеге келеді. Мен басында айтып кеткенде, әйел адамға бір ғана жылы сөз ғана жетеді. Сен мықтысың, сен жасай аласың десе, болды, біз тауға барамыз.
болсын.